Hello everyone, қалайсыздар? Өткен сабақта өткен too much, too many және enough сөздерін бүгін қарастыратын боламыз. Қараңыздар, мысалы сізге бүгін 2 килограмм алма керек болып тұр. Бірақ сізге магазинге бардың, сізге 4 килограмм алма дайындап қойды. Ол кезде сізге 2 килограмм алма керек, бірақ сізге 2 килограмм артық, яғни сіз қалағаннан да көбірек алма дайындап қойса, сіз бұндай кезде айтасыз, ой, бұл мен үшін өте көп болып тұр. Немесе егер керісінше бір ғана келі алма дайындап қойған болса, онда сіз айтар едіңіз, мынау мен қалағаннан азырақ қой деген. Осы тіркестерді ағылшын тілінде қалай айтады, бүгін соны қарастыратын боламыз. Ендеше мұқият болыңыз. Қараңыз. Бірінші too much және too many деген сөз тіркестерін біз қолданамыз егер something is more than we want to or need. Яғни бізге қажет болып тұрған заттар бізге қажетінен де көбірек болған жағдайда біз осы сөз тіркестерін алдына қолданамыз. Енді мұқият болыңыздар. Қараңыз. To деген бұл бізде күшейту үшін қолданылады, көп. Мысалы, to'ден кейін бізде сын есімді қолданамыз. Мысалы, this cake is too sweet. Мына торт өте тәтті. Яғни сіз ойлағаннан да, сіз қалағаннан да тәттірек болып тұр. Sweet деген бізде тәтті, ол бізде сын есім, сондықтан да алдына to деген күшейтетін сөзді қойып тұрмыз. Келесі, you are too strict. Сен сондай қаталсың, сен өте қаталсың. Яғни маған керек қаталдықтан да қатал болып тұр да бұл жерде. Өте деген мағынаны білдіреді. Too much сөзін әдетте саналмайтын зат есімнен кейін немесе етістіктен кейін қолданамыз. Мысалы, you have too much free time. Сенде өте көп бос уақыт бар. Have деген етістіктен кейін too much деген сөз тұр. Немесе free time деген ол бізде саналмайтын зат есім. Сондықтан да оның алдында too much сөзі қолданылып тұр. Келесі сөйлем, you work too much. Сен өте көп жұмыс жасайсың. Яғни қажетті жасау керек жұмыстан да сен көбірек жасайсың. Бұл жерде work деген жұмыс істеу, етістіктен кейін too much қолданылып тұр. Күшейту үшін қолданылады. Келесі, too many-ді қай кезде қолданамыз? Too many-дан кейін бізде әдетте көпше түрдегі зат есімдер келеді. Мысалы, you eat too many eggs. Сен өте көп жұмыртқа жейсің. Көп, мысалы, бір жұмыртқа жеу керек, ал сен одан да көп жейсің. Немесе, there were too many people. Ол жақта өте көп адамдар болды. Мысалы, 10 адам болу керек болса, ол жерде 50 адам жүр барып қарағанда. Мысалы, бұл жерде people және eggs деген сөздер көпше түрдегі зат есімдер, оның алдында too many күшейту сөзі қолданылып тұр. Келесі, бізде not enough. Not enough сөзін өзіміздің сөзімізде қай кезде қолдануға болады? Мысалы, something is less than we want or we need. Яғни бізге қажетке қарағанда бір нәрсе азырақ. Біз мысалы көбірек қажетсінеміз, ал бізге азырақ болған кезде біз not enough сөзін қолданамыз. Not enough-тан кейін зат есім қолдануға болады. Not enough-тың ортасына adjective қоюға болады. Adjective сын есім, немесе not-тан кейін етістік, сосын enough-ты қолдануға болады. Сөйлемді құрастырған кезде. Мысалы, not enough-тан кейін зат есім қолданған жағдайға назар аударайық. Мысалы, they don't have enough workers. Оларда жеткілікті жұмысшылар жоқ. Яғни оларда мысалы 10 жұмысшы болу керек, бірақ олардың жұмысшылар жеткілікті емес. They didn't have enough time. Оларда бос уақыт, жеткілікті уақыт болған жоқ. They didn't have enough time. Көрдіңіздер, time деген зат есім, алдында enough. Жеткілікті уақыт болған жоқ. Didn't. They don't have enough workers. Оларда жеткілікті жұмысшылар жоқ. Not деген демеулік бізде сөйлемдердегі шақтарға қарай өзгереді. Мысалы, present simple-да don't-қа өзгерсе, past simple-да didn't-қа өзгеріп тұр. Келесі, not пен enough сөзінің ортасына adjective, сын есім кіріктірген жағдайға қараңыздар. She isn't old enough to vote. She isn't old enough to vote. Яғни ол дауыс беру үшін жасы жетпеген. Яғни жеткіліксіз, 18-ге толмаған деген сияқты айтылып тұр да осы жерде. Мысалы, бұл жерде old деген бізде сын есім, сын есімнің алдында isn't дегеніміз not сөзін біз осы шаққа байланысты isn't деп өзгертіп тұрмыз, және enough сын есімнен кейін тұр. Немесе I'm not fast enough for the team. Мен команда үшін
жылдам емеспін, яғни жеткілікті түрде жылдам емеспін, жылдам жүгіре алмаймын. Мүмкін басқалар өте қатты жылдам жүгіреді, ал мен оған жеткілікті дәрежеде жүгіре алмаймын. I'm not fast enough for the team. Команда үшін жеткілікті жылдам емеспін. Осы жерде not, I am nottан кейін бізде fast, сын есімнен кейін enough сөзі қолданылып тұр. Келесі жағдай, not пен enough'тың ортасында етістіктің келуі. Бұл да бізде жеткіліксіз, азырақ деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I don't sleep enough. Мен жеткілікті дәрежеде ұйықтаған жоқпын. I didn't study enough. Мен жаңағы жеткілікті оқыған жоқпын, білім алған жоқпын. Сонда қараңыздар, not бізде don't-қа ауысып тұр, өйткені бұл жерде present simpleмен айтылып тұр, осы шақпен. I don't sleep enough. Мен жеткілікті ұйықтап жүрген жоқпын күнделікті. Немесе you didn't study enough. Бұл жерде didn't past simpleмен айтылып тұр, not бізде did not деп өткен шақтың болымсыз түріне ауысып тұр. You didn't study enough. Сен жеткілікті оқыған жоқсың, білім алған жоқсың деген. Келесі бізде something is the correct number or amount. Яғни қандай да бір нәрсе саған нақты жеткілікті кезде. Яғни саған мысалы 2 кило керек, 2 кило бар. 5 ручка керек, 5 ручкаң бар. Яғни нақты дәл саған қажетті жаңағы көлемде болған жағдайда біз жай ғана enough сөзін қолданамыз. Ал enough сөзінен кейін бізде сөйлемде әдетте зат есім noun, немесе enough'тың алдында сын есім adjective, немесе enough'тың алдында verb етістік келуі мүмкін. Мысалы, I earn enough money. Мен жеткілікті ақша таптым. We have enough chairs. Бізде жеткілікті орындықтар бар. Яғни бізде орындықтар жеткілікті. This place is big enough. Бұл жер сондай жеткілікті дәрежеде үлкен. You're clever enough to see it. Сен бұны көруге ақылың жетеді. Немесе I think I sleep enough. Менің ойымша мен жеткілікті ұйықтадым. He eats enough for this age. He eats enough for his age. Ол өз жасына лайықты түрде тамақтанады. Сонда жеткілікті барлығы нормально болған кезде enough'ты қолданамыз. Enough'тан кейін зат есім, enough'тың алдында сын есіммен етістік тұруы мүмкін. Ал not enough бізде жеткіліксіз, азырақ болған кезде қолданылады. Not enough'тан кейін зат есім тұрады, немесе not пен enough'тың ортасында етістік немесе сын есім жүреді. Ал бізге өзімізге қажетті көлемнен көп болғанда, артық болған кезде біз too, too much, too many сөздерін қолданамыз. To'дан кейін сын есім, too much'тың алдында етістік, немесе too much'тан кейін саналмайтын зат есім келуі мүмкін. Ал too many'дан кейін көпше түрдегі зат есім қолданылады. Барлық ережелерді мұқият қарап өзіңізге жазып жаттап алыңыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, описание бөліміндегі тапсырмаларды орындап, біздің жекемізге жіберіңіз. Bye!